Қойдың басын пісіру де бір өнер. Баппен пісіру керек, құйқасы сылынып, ажырап, құлақтары сынып кетпеуі керек. Әр елдің салты басқа демекші, қойдың басын біреу тісімен, біреулер тісін қағып қояды, мен тісін қағып, дұрыстап, тазалап ұсынғанды ұнатамын. Содан кейін жағын айырып, тұмсығынан ағын суды әбден жүгіртеміз, құлағының қыртыстарын жуамыз, көзінің қарашығын кетіріп, кеңсірікті тазалаймыз, бүкіл бездерді кесіп, ойып алып тастаймыз. Қойдың басын пісіргенде баяу отқа қоямыз, бір қайнағаннан кейін суын төгіп, екінші рет қайнатамыз, көбігі болса аламыз. Бір сағаттан кейін тұздаймыз. Баяу отта бабымен бүлкілдетіп, 2,5-3 сағат пісіреміз. Қойдың басы балбырақ піскенде қазаннан түсіріп, табаққа салып, маңдай құйқасын айқастыра тіліп, бір құлағын кесіп, дастархандағы жасы үлкен сыйлы қонаққа құрметтеп тартамыз. Жақсылыққа құлағың түрік жүрсін алтыным.